Баршаларыңызға қайырлы күн. Мен бүгін асқабақтан жасалған мантының рецебімен бөлісетін боламын. Қамыры езіліп кетпейді. Бір жасағаннан дәмі өте тәтті әрі сочный болып шығады. Алдымен асқабақты жақсылап тазалаймыз. Менде асқабақ Қызылорданың асқабағы. Барлық тамақ түріне қолданамын. Өте тәтті дәм береді. Асқабақтарымызды керек мөлшерін алып, ішін дәнектерін жақсылап тазалап, қабағын аршып тазалайтын боламыз. Менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Алдағы уақытта пайдалы әрі дәмді рецептермен бөлісетін боламын. Тазалап болған асқабақтарымызды бірнеше бөліктерге бөліп, кубик тәрізді етіп, барлығын турап аламыз. Дәл солай картошка мен пиязымды жақсылап жуып тазалап, кубик тәрізді етіп тураймын. Мен салмасына асқабақтың өзін ғана емес, фарш, пияз, картошканы да қосып араластырамын. Асқабақтан жасалған манты болғандықтан асқабақты көп мөлшерде қосу қажет. Үстіне дәмдеуіштерді қосып, өсімдік майын құйып жақсылап араластырамыз. Салмасын жақсылап араластырып болғаннан кейін 15-20 минутқа дәмі сіңгенше қалдырамыз. Енді қамырын елейтін боламыз. Қамыр езіліп кетпеу үшін мен бір жұмыртқа, өсімдік майы және де салқын суға тұз қосып, барлығын жақсылап араластырып, қолға жабыспайтын қаттырақ қамыр елеймін. Қамырды жақсылап қанғанша елеп аламын да 30 минутқа бетін жауып қойып қоямын. Қамырды бірнеше бөліктерге бөліп, біртіндеп, барлығын жұқа етіп, жайып аламын. Жайылған қамырды ұзынша етіп турап, квадратный ғып бөліп аламын да үстіне салмасын салып шығамын. Мантыларымды ашылып кетпейтіндей түйіп аламын да, дайын болған мантыларды мантаварканың үстіне өсімдік майын жағып, орналастырып шығамын. Менде осындай мантаваркамен 4 лист манты шықты. Енді қайнап тұрған судың үстіне 40-45 минут мантыларымды пісіріп алатын боламын. Менде мантылар осындай болып шықты, қамыры жыртылмаған, дәмі өте тәтті. Сіздер де жасап көріңіздер.